Жамағат міне бүгін бір отырыш болды, анда еске алдылар бір дүния қылдырған бір yazушыны. Шунда шай ішіп отырдық, шанысын бірсі yazушы меңе бір китапны тұтты да оқып ята татарша 1-2 юл. Мен айтам, татарша жазғанмы? Жоқ де. Бұл де міне бүтән түрки тілінде жазылған. Аптырадым, Нальчик деген. Мен болдым, мен айтам, 97 жылда ол Нальчикта. Алар тілінде ол вақытта. Міне де мен алардың тілін аңлап тұрам де. Тәржіме де керек ме де. Мен айтам, ол мен аны сездім енді, ихтибар еттім, көптен енді. Тек шуны мен аптырап тұрам айтам. Мәселен, Балқар ол, шул Болгар деп, алар шул қалған, шул сөйлер тарихта имеш. Міне бізде де міне бабаларыбыз ташларын табалар Бұлғар жерінде мәселен. Анда бір тілде жазылған деп, Бұлғар тілінде де. Біз енді өзгерген түрки тілі міне шушы біздің түрки тілі біз екінші түрлі деп татар қазір қолданған тіліне деп айталар. Мен айтам, ник ол міне гәрді біз Бұлғар тілі өзгерген, бізде татар тілі деп санайбыз мәселен. Міне алып оқимыз. 84 жылы ма? Бұл да юбилейі Құлғалинің, мәселен Құлғалинің. Шында мен Қазаннан яздырып алған ем Қисса Юсуф китабын. Анда татарша, бұлғарша һәм орысша 3 түрлі бергенлер. Көп сөзлер аңлап болмай, имди деп мәселен қабатлана шуны сөз тағы нәрселер. Бұлғар тілі айырылып тұра. Міне Балқар шул Бұлғардан деп санасақ, ник ол міне біздің татар тілі білен бик яқын. Алар да шулай өзгерген екен. Ана көп нәрсені білмейбіз, қызғанышқа қаршы. Нендей шул тігі нешік енді орысша айтмышлық, какие процессы оказали влияние деп. Ник міне ол біз бейтен әлі қоя бақсан мы шул таулар емі шул әлі қоя Эльбрус мы, бақсан мы. Қатта әлі қойда ол Деңгіз бойында, деңгіз бойы түгіл енді, шул Кавказда мәселен. Біз мұнда мәселен Иділ бойында. Тілләріміз бик яқын. Тілләріміз бик яқын аңлап бола бір-бірізі. Шанасын бірсі айтты, мен айттым дегенім алға айтам, тілейсіз ме Гагаuz тілін башқарып берем. Шанасын бірсі сұрай, ол де түрік тілі білен яқын, мен айтам, бик яқын. Шанасын бірсі айтты, шул екі тіл, һәм Азербайжан тілі, һәм мәселен түркмен тілі де, алар де бик яқын де. Мен айтам, білмейм, түркмен тілін меніңше ол алай ойламадым да. Шуны айтасы келе. Әліктен де біздің халықны білімлі деп санағанлар Рәсей көлемінде білімлі халық деп. Меніңше міне ол біз түрлі темаларға сөйлештік анда, мен ойлап тұрам. Біз нәсілден келген ол халқыбызда, әрқайсыбызда сәлет қалғандыр, меніңше. Сәлет. Бүтән тілдеріні біләбіз, үйренәбіз. Меніңше қазір уақытта да бик шундай актуаль ол мәсәлә. Әгәр дә кіші біздің татар кішісі өзі тілін ұнтмаса, орыс тілінде сөйлешсе, бүтән туғандаш халықларын тілдерін үйренсе, қолдан келгенне ол бит һәммәсе бір қашан файдасы келіп шыға ол. Кіші аңламай, тұрмыш бетіне қазір нәрсе де глобализация деп айталар. Хатта глобализация болғаш ол бүтән түрки халықларын тіллері керек бола бір қашан. Бір файдасы келмесе, бір файдасы келе бәрбір. Шуны айтасы келе. Аны бит біреу да қошмай тұтып, шулай неше сағат бойына үйрендірге. Көз алдына тұрсын мәселен. Нәрсе деп айталар, 5 минутка де, 10 минут мәселен күніне тұттың да шуны үйрендің. Чөнки ол міне шунда бір абзый бар, 90 орысша айтмыш айталар бит, 9-10 разменял деп. Ол айтадыр, келді да шул, менің хәтерім яқшы деп сөйлей ол бабай. Мен анда мені Құраны қуштылар да ол бабай тыңлап тұрды. Шунасын меңе шул хақында сөйлештік та біраз. Ол бабай кетіп барғанда хәтерім яқшы де. Мен айтам, жамағат іштігіз мәні бабайын хәтері яқшы, анардан борышқа, қарызға ақша сұрамағыз. Мен айтам, күлелер бәрді.
Шул бабай шунасын мен әйтәм. Машинада мине китеп баралар. Берсе милли хәрәкәтнең әһеле, активисты, берсе шул теге язучылар арасыннан берсе. Шул мен әйтәм, инде аңлый башладым мен әйтәм. Ул бәлки мен әйтәм, шундый интеллектуаль эш белән шөгыльләнгән. Әйе, җиңел эштә йөр диде. Менә вот мен әйтәм. Минем абыем Одессада мен әйтәм, 37 елгы, әле исән Аллага шөкер, ул хатта теге милицияның өлкә идарәсенең җитәкчесе булып шунда йөргән департамент җәмгыятьне саклау, тәртип саклау, җәмгыятьне шул нәрсә, җәмгыять тәртибен саклау нинен бүлегенең нәрсәме идарәсен, департаментның җитәкчесе булып йөрде. Шунасын ул оныгы Андрей дигән аның мәсәлән университет бетерде, тамамлады. Шунасын аспирантурада укыды. Бу абыйыбыз безнең оныгына башта үзе өйрәнеп, шунасын тегеннәре өйрәтеп, урысча әйтмешле, разжевывал и вкладывал. Шулай үзе аңлап, тегеннәргә укып, ятлап, тегеннәргә аңлатып бирәдер. Шулай Андрейна кандидатский якласын дип, шулай ярдәм итте. Шулай килә. Ул кеше картайганда деменция курыкмаса да була деменциядан. Чөнки менә хәзер шул укымышлы докторлар күбесе әйтәләр, фән хезмәткәрләре алар әйтә, деменция, ягъни шушы менә иң беренче Альцгеймер мәсәлән, Паркинсон турында сөйләмибез. Альцгеймер мәсәлән, әгәр дә кеше үзенең миен эшләтеп торса, ул картаймый. Картаю ул миедә башлана ди. Әгәр дә сез миене ирендерәсез, бер укыдым ул ди, кешенең тәне ди, хәрәкәтләнергә ялкау ди. Мие ялкау ди. Тәне алай түгел ди. Шул ми ялкау, аны эшләтергә кирәк. Анда санда. Шунда адәм баласы картаймый ул. Нәрсә дип әйтәләр урысча? В ясной памяти, ясном уме, твердой памяти дип. Шунда калачак кеше. Әгәр дә сез шуны телисез, менә шул киңәшләрне кабул итеп, ичмасам тугандаш халыкларның сүзләрен өйрәнсәгез дә, анда санда сезгә бик файдалы була. Менә аны кабатлап искә төшереп бирсәгез, ул менә әгәр дә теләсәгез, инде Коръән сүрәләрен өйрәтсәгез, ал бигрәк тә гарәп телендә инде, анда да бик файдалы нәрсә ул менә. Шул хәтерегездә калса, ул бик файдалы нәрсә. Үзегезнең сәләтегезне нинди икәнне беләсез дә, үзегезне хөрмәт итәсез. Ул әйтәсең килә, менә тамамлап җәмәгать бүтән кеше сине хөрмәт итсен дип, ул уңай, катлаулы түгел. Син аңа кунак иттең дә, ул сине хөрмәт итә. Үзеңне үзең хөрмәт итәргә сәбәпләр җитми кайсы вакытта. Ул катлаулы, шундый бурыч инде алдыбызда тора, ничек үзебезне хөрмәт итәргә, шуңа инде лаеклы без булырга тиеш, тырышырга тиеш, акылны эшләтергә кирәк, хәтерне эшләтергә кирәк. Шунда үзебезне хөрмәт итә башлабыз. Үзеңне хөрмәт итү иң югары ул бәя кешегә мәсәлән. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.